Үйленді ма деді. Жоқ, әлі үйленген жоқ дедім. Енді бір жақсы иманды, ибалы бір келін жолғысын әкім. Тек жетімнен қыз алма деді. Ананы естіген кезде мен кәдімгідей бір түрлі болып қалдым. Енді түрлі тағдыр болады ғой деп. Бірақ сөзімді іркіп қала алған жоқпын. Ақсақалға айттым. Ақсақал, енді қазақта тағдыр деген толғақты түйін бар. Астарына үңіліп қарасаңыз тереңіне тартып алып кетеді. Көгденен көңіл ойға да қырға да сабылдырады. Бүкіл ғұмырың тізгіні сол жалғыз ауыз сөзде тұр ғой деген кезде күлді. Сен анау орағытып әртіссің ғой, алыстан алып келе жатқаннан түсіндім балам. Жетім деп балам әке шешесі жоқ адамды айтпайды деді. Жетім деп тәрбиесіз өскен жетесіз айтады балам деді. Жетім деп кімді айтады деді. Сасып қалдым. Жетім деп сөйтіп едім. Құлдықта жүрген ер жетім балам. Ел қонбаса жер жетім. Хакім адал болмаса бұқара байтақ ел жетім. Бағы тайған би жетім, қатынсыз қалған үй жетім. Қырға шықса белімде, бойға түссе дүзем деп, келінменен балаға қонақ болар шағында, басымнан бағын кеткен соң кемпірменен шал жетім дейді. Мына мен жетіммін деді. Жоқ, айналайын, мен енді балаларым бар ғой, қатарым кеткеннен кейін жетім емей кімім мен деді. Жетім деп соны айтады балам. Мен сені не айтайын дегенін түсіндім деді. Менің жүрегім толқып кетті.